Аузубиллахи Бисмиллахир-рахманир-рахим. Біз екінші дәрісімізді жалғастырамыз. Бұл бірінші дәріспен тікелей байланысты. Себебі біз алдыңғы дәрісімізде жаңағы араб тіліндегі 28 әріптің бар екендігін және олардың қалай айтылатындығы жөнінде айтып шыққан болатын болса, енді бүгінгі дәрісте келесі кітабымыздың 9-шы бетінде сол араб тілі алфавитінің жалпы астындағы, яғни айтылуының айтылуы жазылмаған түрде көрсетілген. Енді негізінен дұрысырағы басында бірінші сабақты түсініп алғаннан кейін бірден осы бетті 9-шы бетті ашып отырып, осы бетке қарап араб алфавитін ретімен айтуға және осы беттен жаттауға тырысқан дұрыс. Себебі осы беттегі жаңағы әріптерді сіз қайталап айта берген сайын, қарап айта берген сайын, әрі алфавитті ретімен жаттайсыз. Бірінші тапсырманы орындайсыз. Екінші тапсырма осы араб алфавитінің былайша айтқан түрін жаттайсыз. Қайсысы алиф, қайсысы бә, қайсысы тә, қайсысы сә екендігін көз алдыңызда жатталып қалады. Сол үшін де сіздерге берілетін екінші тапсырма осы беттегі араб алфавитін ретімен айту және осы бетке қарап айту. Осы бетке қарап отырып, жаңа алиф, бә, тә, сә деп басынан аяқ соңына дейін қайта-қайта 10, 20, 30, 40, мүмкін 50 рет айту керек. Сол басынан аяқ айта бергенде ол сізде жатталып қалады. Сондықтан бүгінгі дәрісіміз осы әріптерді түрін жаттау мақсатында болады. Сол үшін де басынан аяқ бір мәрте айтып шығамыз. Мұқият білесіп қарап отырыңыздар. Бисмилlah. Алиф, бә, тә, сә, джим, ха, ха, дәл, зәл, ра, зә, син, шин, сады, дады, та, ظа, айн, ғайн, фә, қаф, кәф, ләм, мим, нун, уәу, хә, я. Міне алфавитті 28 әріпті бірден басынан аяқ айтып шықтық. Ретімен айтып шықтық. Және осы бетте байқасаңыздар, кейбір әріптер көк, кейбір әріптер қызылмен белгіленген. Бұндағы мақсат көкпен белгіленгендер бұлар жіңішке әріптер, ал қызылмен белгіленген әріптер олар жуан әріптер болып саналады. Жуан әріпті егер 7 әріп жаттап алсаңыз, қалған 21 әріп автоматты түрде деп айтайық, жаттамай-ақ жіңішке әріп болып шыға келеді. Сол үшін де бұл 7 жуан әріпті қызылмен белгіленген әріпті жаттап алу қажет. Оңай жаттау үшін ұйқастырсаңыз болады. Мына жерде бірінші жуан әріп ха болса, сол әріппен екінші тағы әріп ғайн әріпі, екеуінің әріптерінің шығатын орны бір, яғни махраждары бір. Махраж дегеніміз әріптердің шығатын орны. Екеу бір жерден шығады. Ха, ғайн. Сол секілді енді түр жағынан және реттілік жағынан бірінен соң бірі келгендіктен сады, дады деп екеуін жаттап аласыз. Сосын кейінгі әріп та, ظа, яғни реттілік бойынша және түр жағынан ұқсастау болған әріптер. Та, ظа деген осы әріпті екеуін қатар жаттайсыз. Осымен 6 әріпті жаттадыңыз. Соңында 7-ші әріп қаф деп айта қоясыз. Демек 7 әріпті ха, ғайн, сады, дады, та, ظа, соңында қаф деп аяқтай қоясыз. Ал қалған 21 әріп жіңішке әріп, жіңішке айтылу керек. Бұл әріптер жуан, осы 7 әріп жуан айтылады. Сонымен қатар қосымша айта кететін, бұл бетте көрсетілмеген, кейде жуан, кейде жіңішке оқылатын әріп бар, ол ра әріпі. Бұл алдағы уақытта тәжвид дәрісінде тоқталып, қашан жуан, қашан жіңішке оқылатындығы және егжей-тегжейлі айтылады. Әзірге сіз оны тек ра деп жуан түрде айта бересіз. Олай болса, бүгінгі дәрісімізден сізге берілетін тапсырма осы араб алфавитінің 28 әріпті
басынан аяқ ретімен жаттай отырып түрін жаттап алу. Сол басынан аяқ түрін жаттап шыққаннан кейін сіз келесі тапсырмаға өте аласыз. Негізі асылында біз сабақтың барысында бұл жаңа алфавитті ретімен жаттау, түрін жаттау және деген үшінші тапсырмамыз бар. Қазір оған тоқталамыз. Соның барлығын бір дәрісте өтіп тастаймыз. Ол келесі тапсырма, мына сіз алфавитті ретімен жаттап шыққаннан кейін келесі бетке өтесіз. Келесі бетте 10-шы бетте сіз алфавитті жаттап алғаннан кейін, түрін жаттап алғаннан кейін, онда әріптерді ретсіз қойған. Сіз түрін жаттағаннан кейін сіз бұл жерде ретсіз таба алуыңыз керек. Енді бұл жерде бұл беттен де екі түрлі тапсырма шығаруға болады. Ол қалай дейтін болсаңыздар, бірінші мысалға ретсіз тұрған әріптерді басынан аяқ айтып шығу. Мысалға былай бастаймыз. Бірінші әріп қандай? Мим, кейін жим, кейін тә, одан кейін та, кейін астына түсеміз. Әдетте біздер оңнан солға қарай оқимыз. Келесі әріп шин, одан ләм, дәл, дод, бә, ғайн, қаф, кәф, нун, ра, алиф, айн, вау, сә, син, сод, я, ха, 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 фә, зәл, зә, за деп осы басынан соңына дейін айтып шығамыз. Ретсіз тұрған әріптерді осы беттегі реттілік бойынша соңына дейін айтып шығамыз. Екінші тапсырма, енді бұл жерде әріптер алфавиттік реттен орын шатасқан деп айттық қой. Сол шатасып тұрған әріпті алфавиттік реттік бойынша тауып шығу. Мысалға бірінші алиф деймізде, алиф орта тұста тұр міне. Алиф деп тауып, кейін бә, кейін тә, кейін сә, кейін жим, кейін ха, одан кейін ха деген сияқты міне ретімен соңында яй деп, яй әрпіне міне соңында аяқтау керек. Яғни алиф, бә, тә, сә, жим, ха, ха, дәл, зәл деп ретімен айтып, ретімен тауып келесі, соңындағы яймен бітіресіз. Олай болса, бұл 10-шы бетте екі түрлі тапсырма шығады. Осы ретсіз тұрған әріптерді осы беттегі реттілік бойынша шатаспай айтып беру керек. Ал ол үшін сіз алдыңғы дәрістегі әріптің түрін жатқа білу керексіңіз. Сосын екінші тапсырма осы беттен бұл жаңағы алфавиттік реттік бойынша орны ауысып тұрған әріптерді қолмен көрсетіп тауып беру керек. Және бір шарт бар, бұл беттегі әріптерді жаңа айтқан кезде, тапқан кезде де басынан соңына дейін айтқан кезде, яғни мимнен за әрпіне де айтқанға дейін 15, ең кемі 20 секунд айтып беруіңіз керек. Егер сіз сондай жылдамдыққа жеткізетін болсаңыз, бұл әріптерді айтып жеткізетін болсаңыз, сізде алфавит өте жақсы деңгейде жатталып сақталады. Сондықтан осы тапсырмаға ерекше мән беру керек осы беттегі. Яғни сіз әріпті өте жақсы меңгеруіңіз керек, себебі келесі дәрісте әріптің түрін тани алмау, шатасу деген нәрсе болмау керек. Сондықтан осы беттегі жаттығулар жақсылап орындау қажет болады. Жаңа айтқан осы әріптерді мына беттегі реттілікпен соңына дейін айтуда 15 секунд, және алфавиттік реттілік бойынша әріптерді тауып шығу үшін 15 секунд уақытты арнауыңыз керек. Яғни сол уақытты тауып беретіндей қылып өзіңізді сынауыңыз керек. Және осы бетте айтылып жатқан нәрсе, мына қызылмен жазылған әріптерге мән беріңіз дейді. Бұл жерде мысалға бірінші қатарда тә мен та әрпі, яғни екеуі ұқсас, бірақ біреуі жіңішке, біреуі жуан. Астында дәл мен дот әрпі, біреуі жіңішке, біреуі жуан. Қаф пен кәф, біреуі жуан, біреуі жіңішке. Яғни сіз сол әріптерді айтқан кезде айырмашылығын көрсетуіңіз керек. Одан кейін әлиф пен айнды көрсеткен, кейін үш сә әріптерін, бірақ біріншісі тә, сәқау, екіншісі син, сосын сот әрпі, одан кейін үш ха әріптері, біріншісі ха жіңішке, екіншісі ха, үшіншісі ха деп айтылады. Соңғы қатарда қызылмен белгіленген з әріптері, яғни сақау емес, жуан жіңішкесінің бәрін бірге берген, яғни үш з әрпі. Мысалға олардың айтылулары зәл, зә, за деген сияқты осы жаңағы
осы үш әріптің айырмашылығын көрсетіп айту керек. Олай болса бүгінгі дәрісімізде осы беттегі жаңа жоғарыда айтып өткен тапсырмаларды өте жақсы мұқият орындауларыңыз керек. Осы бетті жақсы меңгергеннен кейін ғана келесі тапсырмаға өтуімізге болады.